Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмді пиццаның жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Алдымен қамырын елеп алатын боламыз. Електен өткен ұнның үстіне жылы суымызды, жылы сүтімізді, сұйық май, құрғақ дрожжы, тұз және қантымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше 1 сағат немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді біз соус дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін помидор керек. Помидорды ұсақтап турасаңыздар болады, немесе мен сияқты блендерден өткізіп қойсаңыздар болады. Блендерден өткізіп алдым. Енді осыны бір ыдысқа құйып, оның үстіне су құямыз. 2 ас қасық томат пастасын саламыз және орегано саламыз. Орегано құрғақ түрі, ол ерекше дәм беріп тұратын болады. Дайын болған соусымызды табаға құйып, үстіне қант және тұзды салып 1-2 минут қайнатып аламыз. Менде қамырым жақсы көтерілді. Мен оны 3-4 бөлікке бөлдім. Сіздер өздеріңіздің протеиндеріңізге қарай бөлсеңіздер болады, және пісіретін табаларыңызға қарай. Мен саңырауқұлақ қосып және фаршпен дайындадым. Сіздер өздеріңіз қалаған начинкаларыңызды қоссаңыздар болады. Ең алдымен өстіп соусымызды жақсылап жағып алатын боламыз. Одан кейін сыр қосып. Мен сулугуни сырын қолдандым. Негізі моцарелла сырын пайдаланған дұрыс. Сол кезде созылып әдемі шығатын болады. Үстіне начинкамызды саламыз. Менде екінші пиццам фаршпен болғандықтан, фаршты мен алдын ала қуырып пісіріп алған болатынмын. Енді осы начинкамызды салып, тура жаңағындай үстіне сырды саламыз. Сіздер кез келген басқа да начинка қолдансаңыздар болады. Тауықтың еті немесе болгар борщы болсын. Пиццамызды 200 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз.